Сәлем достар, менің есімім Юлия. Бүгін сіздермен кафеде, мейрамханада қолданылатын сөздер, сөз тіркестер, фразалар мен қалыптасқан сөздерді жаттайтын боламыз. Мы все любим ходить в кафе с друзьями, да, отдыхать, сидеть в ресторане, кушать вкусно и пить кофе. Поэтому очень важно уметь говорить те или иные фразы на русском языке. Яғни, мейрамханаға келіп, даяшыны шақыртып, онымен қазақша ғана емес, орысша сөйлессек жақсы болар еді. Енді демалыс күні досымызбен бірге кафеге келіп, біз ас мәзірін сұраймыз. Ас мәзірін сұрау үшін былай айтамыз: принесите нам, пожалуйста, меню. Яғни ас мәзірі меню. Даяшы келіп, бізден тапсырыс алады. Ал уақытымыз аз, бізден тапсырыс қабылданышы. Орысша: у нас очень мало времени, примите, пожалуйста, наш заказ. Сонда менің сүйікті тағамым палау. Палау неше минуттың ішінде дайын болады деген сұрақ қойсам, орысша: через сколько времени будет готов плов? Сколько времени готовится плов? Ал мен палауды жақсы көрем, бірақ та тәттіні де жақсы көрем, қатты. Десертке мен апельсин шырыны және таңқұрай бәліш жеймін деймін. Орысша: я буду на десерт апельсиновый сок и малиновый пирог. Сонда даяшы тапсырыс алып, біраздан кейін бізге дайын тағамды десерт тауып келеді. Ал әрбір тағамнан тәтті дәмді де иіс шығады. Иісі жақсы екен деп айтады менің досым. Орысшасы: как вкусно пахнет, какой вкусный запах. Енді достар, тамақ ішкеннен кейін біз әрине есеп қағазын сұраймыз. Солай ғой. Есеп қағазы орысша счет. Бізге есеп қағазын әкеліңізші. Принесите нам, пожалуйста, счет. Ал бүгінгі таңда әрқайсымыз карточкамен төлеуді жақсы көреміз, е? Сонда сіз карточканы қабылдайсыз ба деп сұрақ қойғанда, вы принимаете оплату карточкой? Можно спросить на русском языке. И официант обязательно принесет вам счет и примет у вас оплату. В дополнение к этой теме я хотела сказать, что мы всегда обращаемся с вежливостью. Мысалы, мейрамханада, кафеде, даяшыға біз сыпайы түрде айтамыз ғой, мысалы, бізге ас мәзірін әкеліңізші дейміз, немесе бізден тапсырыс қабылданызшы. Орысшасы осындай ш деген жұрнағы бізде орыс тілінде осындай сөз бар. Пожалуйста. Пожалуйста деп жазамыз, пожалуйста деп айтамыз. Сонда принесите нам, пожалуйста, меню. Примите у нас, пожалуйста, заказ. Не забывайте использовать эти слова вежливости. Это показывает ваш этикет и вашу культуру. Сосын достар, кішкентай қысқа бір жалпашты жаттайықшы. Жираф открыл рефрижератор, взять фруктов рыжим жирафятам. В рефрижераторе внутри жаркое, фарш, картошка фри. Енді тезірек айтамыз. Жираф открыл рефрижератор, взять фруктов рыжим жирафятам. В рефрижераторе внутри жаркое, фарш, картошка фри. Жарайсыздар. Енді қазір осы видеоның астында чек-лист болады. Яғни чек-лист ол кафеде, мейрамханада қолданылатын сөздер, сөз тіркестер, толық 20 фраза бар. Соларды жүктеп өзіне жаттауға және де пайдалануға болады. Рахмет.